16-шы есеп. Моторлы қайықтың өзен бойымен 3 сағатта жүзіп өткен қашықтығы өзенге қарсы 4 сағаттағы жүзетін қашықтығымен бірдей. Моторлы қайықтың меншікті жылдамдығы тұрақты, ал өзеннің жылдамдығы 4 км сағат. Қайықтың көл бойымен 5 сағатта жүзіп өткен қашықтығын табыңыз дейді. Енді осы оқыған мәліметіңіз бойынша сызбасын салайық. Мысалы, ол А пунктінен Б пунктіне дейін жүзіп барды делік. Ол Адан Б-ға қарай жүзген кезде ол өзен бойымен жүзеді. Себебі ағыстың бағыты осындай. Ал Б-дан А-ға қарай жүзген кезде ол өзенге қарсы жүзеді. Ендеше біз мынандай теңдік жасай аламыз. Ол өзен бойымен жүзген кездегі жылдамдығы оның меншікті жылдамдығы қосылған өзен ағысының жылдамдығына тең. Өйткені ол ағыс бойымен жүзеді, өзеннің бойымен жүзеді. Яғни оның ағысы, жылдамдығы қайыққа жылдамырақ жүзуге көмектеседі. Ал өзенге қарсы жүзген кезде ол керісінше кедергі жасайды. Демек, меншікті жылдамдығынан ағыстың жылдамдығын азайтып тастаймыз. Біз меншікті жылдамдығын білмейміз, бірақ ол тұрақты. Ендеше біз оны X деп белгілесек болады. Ал А дегеніміз ол өзеннің жылдамдығы, ол 4-ке тең. Демек, өзен бойымен жүзгендегі жылдамдығы X плюс 4-ке тең, өзенге қарсы жүзген жылдамдығы X минус 4-ке тең. Біз өзен бойымен және өзенге қарсы жүзген жылдамдығын білеміз, және олардың қанша уақыт жүргендігін білеміз. Ал олардың жүріп өткен жолдары тең. Ендеше біз мынандай теңдеу жасай аламыз. Өзен бойымен жүзген жылдамдығын өзен бойымен жүзген уақытына көбейтсек, міне 3 сағатта дейді, 3-ке көбейтсек, ол тең болады өзенге қарсы жүзген жылдамдығы көбейтілген өзенге қарсы жүзген уақыты, яғни көбейтеміз 4-ке. Жылдамдық пен уақытты көбейтсек, ол бізге қашықтықты береді, яғни өзен бойымен де өзенге қарсы да жүзген қашықтығы бірдей. Енді осы теңдеуді шығарайық. X 3-ке көбейтсек 3x, 4 3-ке көбейтсек 12. Ол тең x-ті 4-ке көбейтеміз 4x, минус 4-ті 4-ке көбейтеміз 16. Енді ұқсас мүшелерін біріктірейік. Мұнда 4x пен 3x, 12 мен 16. 12 орнында қалсын, 12-ге қосамыз, 16-ны деп жазамыз. Және 4x-тан азайтамыз, 3x-ті деп жазамыз. Сонда бізде x тең 16-ға 12-ні қоссақ 28 км сағат шығады. Біз x деп өзінің меншікті жылдамдығын белгілегенбіз. Яғни меншікті жылдамдығы 28 км сағатқа тең. Бізге енді қайықтың көл бойымен 5 сағатта жүзіп өткен жылдамдығы керек. Бізге білу керек нәрсе, көлде ешқандай жылдамдық жоқ. Яғни ол өзінің меншікті жылдамдығымен жүзеді. Онда қашықтығын табу үшін біз осы 28-ді 5-ке көбейтеміз. Сонда ол 140 км болады. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы бұл нұсқасы.